ананың істеген ісінің орнына баласының орнынан кешірім сұрауға болады ғой. Біз олардың басын кесіп алып үстіндегі көлемін шешіп алмаймыз. Есіңізге келсе бәлкім айқайларымыз, ұрсарымыз, өзіміздің немізді айтарымыз ішіміздегі бізге болады да, себебі біз айырылып төрт бірдей адамымыздан айырылдық та, шынын айтқан кезде. Сіз өзіңізге барып отыр, мен түсініп тұрған жоқпын тіпті. Ол ауызбен айтын ыңғай бәріне де, бірақ қасында бас аяқ болып жүрген бізге ауыр тиеді. Соншама не жазығы бар олардың? Жәңгелденге бір адамға берей жағы жоқ, бір адамға алар жағы жоқ. Еші ағамның маңдай терімен басқан тасының ақшасына дейін алып отырыпты бұл. Бүкіл адамдардың ақшасын алып отырыпты бұл сенің. Көзер басыңды. 99-шы баптың бірінші бөлігімен қозғалған бұл істі мен қасақана деп есептемеймін. Ол Мұхаммед Наурыздың өзінің провокациялық әрекетінен мен өз-өзімді қорғану мақсатында абайсызда болған қылмыстық істі деп есептеймін. Яғни 99-шы баптың бірінші бөлігімен Мұхаммед Наурыздың қасақана өмірді Қасақана емес. баппен келіспейсіз. Себебімен келісемін. Енді 99-шы баптың бірінші бөлігімен Қасақана емес бірақ. Яғни 99-шы баптың бірінші бөлігімен келіспейсіз. Дұрысыңыз ба? Тек қасақана деген сөзіне келіспеймін басқасына. Бәрі по факту болды адам ойына. Өз-өзіңді қорғану мақсатында абайсызда болған сәл. Сұраққа жауап беретін айтасыз. Сізде қазір әрбір сізге 13 бап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 13 бап бойынша айыпталады, соны негізден анықталады. Екінші, сізге 188 баптың бірінші бөлігімен қылмыстық кодексін айыпталады, яғни Мұхаммедті Казпочтағы банкоматтың карточкасының миллион теңге болатын Samsung A21 ұялы телефон 3 мың теңге ақша қаражатын заңсыз жымқырды, ұрлады деген. Мойындайсыз ба 188 баптың бірінші бөлігі? Қылмыстық іс-әрекетін жасау үшін мойындаймын. Жасағанның уақытша қылмыстық жауапкершіліктен жалтару мақсатында уақытша қылмысты жасыру үшін жасағанын мойындаймын. Жасаған қылмыстарынан да оған берілетін кез келген ауыр жазадан жалтармаймын. Өлім жазасынан да, өмір бойы түрме жазасына да дайынмын.